жеке қабылдауында ешкім қасыңызда болмасын. Жекпе-жек сыныңызға өткізіп болсын. Мына халықты қанат Еңбекші ауданының тұрғыны қала әкімін жекпе-жекке шақырды. Алайда ол күш сынасып, кім мықтыны анықтауға емес, шаһар басшысының жеке қабылдауына кіруді сұранды. Кезекті есепті кездесуде Мұрат Айтенов әдеттегідей бір жылда атқарылған жұмысты баяндады. Десе де ауданда шешілмеген мәселе бар екенінен хабардармын дейді әкім. Жиын аясында ауданға қарасты елді мекенде қаңғыбас ит көбейгенін айтып шағымданғандар да болды. Тұрғындар үй жануары баланы қойып, малға шабуыл жасауда деп отыр. Мына ит мәселесі қиын болып жатыр. Кеше екі қой жеп кетті, бір ешкі бір қой жеп кетті. Оны былтыр айтты, ойбай, сол көпір жанып тұр деп келеміз деді ит ататындарға. Ол 4 келен күттім, келмеді. Билені тағы айналайын соған жәрдем беріңдерші. Шаһар басшысы бұл мәселені шешу үшін жоба әзірлегенін айтады. Енді қалада қаңғыбас иттерді ұстайтын жаңа орын мен зертхана ашылады. Үшінші сұрақ қана ит мәселесі дұрыс. Қазіргі кезде иттер көп. Біздің енді әзір болса да шынында енді біз сияқты иттер де көп туады екен бұл жерде шынында. Мысықтардан. Онда сондай әдіс бар әр жылда. Оңтүстіктің өзі солға дүниеге алып келу мықтылығы сондай екен. Шымкенттің халқы сияқты иті де тез көбейетінін айтып, әзілдескен әкім жаңа нысанда лаборатория бой тіктейтінін де жеткізді. Ал жайылым жер тапшылығы мәселесіне қатысты пікірін өз айтсын. Негізі біздің енді республика қаламыз. Біз ауыл шаруашылық өңір емеспіз. Сол үшін ауыл шаруашылықпен оны егістік, жайылым жайылу деген негізі болмау керек. Бірақ енді Құдайға шүкір Шымкент қаласының жері кең. Оны қазіргі кезде 30-20 жылдан кейін кейбір жерлер дамытамыз. Оны бос қойғанша қазір қолдана беруге ол бағытта дамығанның кесірі болмайды деп ойлаймыз. Есепті кездесуде аудан әкімі Досбол Есілбектің жұмысына көңілі толып, алғыс білдіргендер мен сын айтқандар да болды. Сын түзілмей, мін түзілмейді деген далға тартқан шенеунік айтылған мәселемен таныспын деп отыр. Тіпті шешу жолдарын да қарастырып қойған. Міндетті түрде әр нәрсені сынды ол көтереміз. Оның бәрін арнайы жоспарларда бар. Ол көтеріп жатқан мәселенің бәрін біз өзекті білеміз, оның мақсаттарын бәрін. Жаңа хаттамаға түзіп, арнайы іс-шарамен жұмыс атқаратын боламыз. Айта кетсек, ауданға қарасты 35 елді мекен бар. Енді тұрғындар 2023 жылы 100% сапалы электр жарығына қол жеткізеді. Өзге саладағы мәселелер 2025 жылға дейін ретімен шешімін табады. Азиза Мадияр, Владимир Соколов, Нарньюз.